Сәлем достар, бүгін біз куриный коленнен осындай керемет кешкі жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Керекті заттарды описанияға жазып кететін боламын. Біз осындай куриный колендерімізді пышақпен барлығын кесіп шығатын боламыз. Тұзымыз, бұрышымыз жақсы сіңу үшін осылай кесіп шығатын боламыз. Әркім өз қалауымен жасайды, сіздер кеспесеңіздер де болады. Одан кейін тұзымызды, кориандрымызды, қара бұрышымызды және қызыл бұрышымызды қосып аламыз. Барлығын салып болғаннан кейін қызару үшін осындай мед салып жібереміз. Одан кейін соевый соусымызды құямыз. Одан кейін томатымызды қосып, чесногымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін жауып 20-30 минутқа қойып қоямыз. Тұздары, бұрыштары сіңу үшін қойып қоямыз. Одан кейін біз картофелімізді ашып тазалап, жуып, одан кейін тұзымызды, қызыл бұрышымызды, паприкамызды қосып, және укропымызды қосып, майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді біз формамызға орналастырып, осылай 190 градуста 1 сағатқа пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Дәл осылай жасап көрсеңіздер. Мінекей бізде өте керемет дәмді болып шықты. Дәл осылай жасап көріңіздер. Видеоны ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.